Алейкум, құрметті жамағат. Қазір қозғайын деп отырған тақырыбымыз жалпы қазір таңда өзекте деп айтсақ болады, өйткені барша мұсылман сапар шегеді. Жолға шығамыз, жолдың машақатын көреміз. Енді тақырып пойызда, ұшақта және қатынас көліктерде намаз оқу үкімі деп аталады. Жалпы ол кездерде қалай намаз оқимыз, не істейміз? Жалпы ұшақта, пойызда намаз оқудың да жағдайға қаралады. Жалпы Алла Тағала айтады ғой: "Астағфирулла, инна солата канат алал муъминина китабан мауқута" дейді. Анығында момындарға намаз оқу белгілі бір уақытта парыз етілді дейді. Демек, намаздың өз уақыты бар. Мен кешке жинап бірақ оқи салам деген әңгіме жоқ. Алла Тағаланың белгілеген уақыты бар. Демек, уақыт келіп тұр, бірақ сіз пойыздасыз, ұшақтасыз, немесе көлікте келе жатсыз. Жалпы шариғатымыз бойынша еш себепсіз парыз, уәжіп намаздарды отырып жатып оқуға болмайды, ишарамен оқуға. Еш себепсіз. Ол есептелінбейді намаз. Бірақ енді жағдайға қарай қаралады. Өйткені Алла Тағала Құран не дейді? Астағфирулла, ва қуму лиллахи қанитин дейді. Намазды жалпы Аллаға бойұсынған күйде тұрып оқыңдар дейді. Тұрып, кәдімгідей қиямда тұру керек, тұрып оқыңдар дейді. Отырып ишарамен оқи сал деген жоқ. Ол міндетті нәрсе. Енді жалпы Пайғамбар саллаллаху алейхи хадисіне келетін болсақ, не дейді? Намазды тік тұрып оқы дейді. Тік тұрып оқи алмайтын болсаңыз, отырып оқыңыз дейді. Отырып оқуға шамаңыз жетпесе, жамбастап оқыңыз дейді. Жатып оқыңыз дейді. Бұл хадис бізде көп нәрсеге жол ашып жатыр. Жол ашады деген сөз ойымызға келгенді істей береді деген сөз емес, жағдайға қаралады. Енді белгілі себептер, мысалы, адамның бас айналып тұр. Тұрып оқиын десе құлап қалайын деп тұр. Бір жері ауырып тұр, ыстығы көтеріп тұр, тағы басқа бір аурулар. Тұрып оқиын десе оқи алмайды, құлап қалайын деп тұр. Ондай кезде отырып оқу ортады. Отырып қалай оқиды? Осылай оқиды, зерлейді, кәдімгідей екі қолын қояды, сөйтіп жаңа рүкух, сәждеге кәдімгідей барады. Ал егер олай оқуға сондайға шамасы жетпей бар жатса, ауру, тіпті басын кейін десе, бас одан айналып ауырып кетуі мүмкін. Біреу гайморетке операция жасады, біреу тағы басқа деп, мысал дейік, бір аурулар айтайық. Сол кезде ол адам онда сәждеге бармай қойды, сәжде рүкухтың орнына ишарамен жасайды. Кішкентай ғана иіліп, басын ғана қозғалтып ғана жасайды. Соған ишара қалып жасайды екен де. Бұл бір жағдай. Бұл адамның денсаулығына ауру төніп тұрған жағдайға байланысты болады. Ал енді пойызда, ұшақта жалпы жолаушақ адамға қоблаға қарау парыз болады. Бірақ егер жаңағы көлікте кетіп бара жатсаңыз, көлікте қоблаға қарау қиындық туғызып жатса, машақат болып жатса, мысалы пойызда, ұшақта болсын, сіз тұрып белуіңіз шешіп, былай бұрылып намаз оқи алмайсыз. Ол кезде қиындық туындырған болса, онда пойызыңыз, ұшағыңыз, көлігіңіз қалай қарай кетіп бара жатыр, соған қарай отырған күйіңізде оқи беруге рұқсат етеді шариғатымыз. Енді мына мәселеге қарау керек. Жалпы рұқсат етеді деп, егер мысалы пойызда айтайық. Пойызда сізде былай ременді байлап отырмайсыз. Тұрып отыруға мүмкіндік бар, қозғалуға мүмкіндік бар. Ол кезде сіз жағдайға қарап қозғалуға тырысып көресіз, қыблаға қарауға. Егер мүмкіндік болмаса, онда пойыз қалай кетіп бара жатыр, сол күнде оқи бересіз. Енді тағы бір мәселе, көлікте кетіп бара жатсыз, тоқтайын дейсіз, намаз оқиын десеңіз, шопырдан сұрасаңыз, тоқтамайын дейді. Тоқтағысы келмеуі мүмкін. Немесе көлік өзімдікі, өзім білем деп айтуы мүмкін, немесе уақыт қысып бара жатыр, мен ренжіме, мен нарада үлгеруім керек, тоқтай алмайым деді. Намаз уақыты өтіп бара жатыр. Ондай уақытта адам намаз уақыты өтіп кететін болса, жерге түсіруге рұқсат жоқ болатын болса, іште автобустың немесе көлік ішінде тұрып оқу мүмкіндігі болмаса, құлап қалайын деп жатса, машинада ішінде тұрып оқу ыңғайсыз ғой, енді құлап қалуы мүмкін дейді, кетіп бара жатқан көлікте. Ондай кезде жәнегіде отырып ишарамен оқуына рұқсат болады екен де. Ондай жағдайда. Бірақ жәнегі мәселені білу керек. Шопырдан сұрайсыз, тоқтауға рұқсат па? Намаз оқып алсам 1-2 минут. Бұндай жағдайда да мұсылман адамнан ескеру керек. Мысалы, бір шопырлар жаны ашып, дін адамы ғой деп,
діндар адам ғой деп жолда тоқтайды. Сол кезде сіз соны пайдаланып, бүкіл сүннетіңізді оқып, намазыңызды ұзақ оқып, уақытты алып, қаншама халық күтіп тұрғанда сіз оны үйтіп қиянат жасауға болмайды уақытына. Келесі жолы уже ол адам уже намазхандарға тоқтамайтын болады да. Ол кезде тек қана парызыңызды қысқарттыңыз, жолаушысыз, парызыңызды қысқарттыңыз да жылдам оқыңыз сүннетті, ол жерде оқымайсыз. Сол кезде бұл себебіңізде жылдам оқыды, жылдам кірдіңіз, ол шопырға да ешқандай қиындық туғызған жоқ. Жалпы енді пайғамбар Жафар ибн Абу Талибті жәнегі Эфиопияға жіберер кезде айтқан екен, батып кетуден қорықсаң, кемеде тұрып оқы деген дейді. Бірақ бір хадисте келеді, жәнегі сахаба радиаллаху анху не істеген екен, отырып оқыған дейді, кіренің үстіне жамағатпен. Отырып оқыған дейді. Кемеде өйткені кемеде шайқалып тұрған себепті. Ал енді жалпы Абу Ханифа рахимахулла айтады, кемеде дейді, еш себепсіз парыз уәжіп намаздарды отырып оқуға рұқсат дейді. Кеме өзі сондай өзі, толқып тұратын нәрсе. Бірақ егер мүмкіндік болса тұрып оқу дейді, тоқтап тұрған болса тұрып оқу мүмкіндік болатын болса, сөйтіп оқыған абзал дейді. Бірақ егер жағада байланып тұрған кемеде намаз оқитын болса, ондай кезде және отырып оқуға рұқсат жоқ дейді. Жағада байланып тұр, міне не жағаға түс, немесе ол қозғалып жүріп бара жатқан кеме емес, ол жерде тұрып оқу мүмкіндік болады, тұрып оқыған абзал болады екен. Жалпы мұсылман адам әр кездегі бір кездегі шығарған үкімді барлық жағдайда қолдана бермейміз. Отырып оқуға болады екен деп үйде отырып оқи алмайсыз. Жағдайға қаралады екен де. Ва ахиру дa'wana анил хамдулилlah, настағфируллаха ва натубу илейх.